Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен осындай кереметтей салқын көже жасайтын боламыз. Сондықтан менімен бірге болып каналыма тіркеліп бірге жасайық. Бізде арпаны жақсылап тұрып 200 граммын алдым да, ыстық сумен 2-3 қайтара жуып, суық сумен 2-3 қайтара жуып тазалап алдым. Енді осыған салқын суымызды құйып, қазір тұз қосып қайнататын боламыз. Менде 2,5 сондай сағаттай уақыт кетті піскеніне. Сондықтан сіздер арпаны бір-бірден алып піскенін жеп көріп тексерсеңіздер болады. Басында қаттырақ қайнайды, бетінде көбігін бәрін алып тастап, жай отта 2,5 сағаттай асықпай қайнатсаңыздар болады. Тұзымды салдым. Менде 2,5 сағаттай уақыт өтті, арпам дайын болды. Енді осыны жақсылап тұрып бөлме температурасында суытатын боламын. Ыстықта ештеңе құймаңыздар. Міндетті түрде салқын болу керек, яғни суу керек. Менде суыды, менде мынау қолдың қатығы. Егер сіздерде қатық болмаса, кәдімгі 1 литрдай айранды құя берсеңіздер болады. Айранды осындай міндетті түрде сүзгіден өткізіп құйыңыздар. Сонда сіздердің көжелеріңіздің ішінде іртік-іртік болып ештеңкелер жүрмейтін болады. Сондықтан міндетті түрде осылай өткізіп алыңыздар. Бәрін қосып біткеннен кейін жақсылап араластырып тұзын көріңіздер. Егер тұзы азырақ болса, тағы қосуларыңызға болады. Егер салқын жаңағыдай көжені қаласаңыздар, біраз уақытқа холодильникке дайын болғаннан кейін салып қоясыздар. Мен де қатықпен айранды қосып біттім. Міне осындай керемет қою көже шықты. Сұйық қып жасағыларыңыз келсе, суын кішкене көбірек қосасыздар. Ас болсын, жасап көріңіздер.